Қазақтың ірі тұлғаларына арналған энциклопедиялар мен басылымдарды қарап отырсақ, Қостанай өңірінен қазақ әдебиеті мен өнеріне өлшеусіз үлес қосқан тұлғалар біздің өңірде өте көп болды. Солардың бірегейі және үлкен дарасы ақын, аудармашы Қасым Тоғызақов бүгінде 110 жасқа толып отыр. Олай болса, бүгінгі кейіпкерімізге арналған аударма өнерінің жаңғырығы атты әдеби кешімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі кеште ақынның құрметіне орай Қостанай өңірінен шыққан дара тұлғалар ақынның шығармашылығына, қызметтік жолына, өмірбаянына кеңірек тоқталатын болады. Қасым Тоғызақов ағамыз осы Қостанай облысының Меңдіқара ауданында 1910 жыл туған. Содан енді Алматыда оқыды, Москвада, Ленинградта ма, сол жақтағы да оқыды ол кісі. Сосын келгеннен кейін біраз жыл Жамбыл Жабаевтың хатшысы болып қызмет істеген. Ағамыз былай шағын адам болғанымен жедел хат деген өзінің псевдонимі бар. Сол шағын адам болғанымен күшті, мықты адам болған. Сол кезде Жамбылдың қасында жүрген кезінде бір жігіттер келіп күресіп, жаңағы палуан атанған, бәрін жыққан. Өзі кішкентай болғанмен, бойы кішкентай болғанмен, әдіс білді ме, жақсы жаңағы. Сосын мына біздің Қостанайдан шыққан ақын жазушылардың бір ерекшелігі бар. Ол ұрайдың арқасы біз орысша оқыдық қой, мектептердің бәрінде ертерек таныстық орысша. Кешегі кеңес дәуірінде екі тілді қатар білетін адамдардың қызметі өсті. Олар жоғары қызметке орналасатын болды. Өйткені солай қазірге дейін біздің Қостанайда әліге дейін сол сақталған ғой. Орысша білмесең жоғары қызмет істей алмайсың қазірде. Әзірде солай. Ал ол кезде тіпті мүлде басқа. Ал енді анау оңтүстік Ташкентте оқыды да, олар орысша онша жүйрік бола қойған жоқ. Бірақ олардан да арасында орысша білгендер ел қатарына қосылып жақсы қызмет істеді. Сосын аудармамен айналысады. Біздің Қостанайда шыққан ақындардың көбісі аудармамен. Өйткені орысшаны жетік білген. Хасен Өзенбаев деген кәдімгі классик аудармашы, былай айтқанда, ең мықты аудармашы болды. Мысалы, ол кісінің аудармаларын қазір ең жоғары сапалы деп айтуға болады. Солардың ішінде Шолқов 2 томын аударған ол кісі. Енді біздің жаңа Тоғызақов ағамызда аударма айналысқан. Анау Бальзактың шегірен бір қарысын қазақшалаған Қанза Есенжанов екеуі бірақ авторы. Сол сияқты Пушкиннің, Лермонтовтың өлеңдерін қазақшаға аударған. Твардовскийдің өлеңдерін. Твардовскийдің өлеңдері как раз ол кісінің өзінің шығармашылық кәсібіне дәл келеді. Жазу мәнері. Сол толып жатқан аудармаларын сонымен бірге ең бұл кісінің таңдаулы поэмаларының бірі Сібір Омар. Сібір Омар Досжанов туралы поэма. Дастан үлкен. Бұның жақсы шығатыны былай. Өзі партияға тазарту деген болған ғой өзді. Партияға тазарту білетін болса, бірінші Қасымды алып кеткен. Қасым Тоғызақовты. Қасым Тоғызақов бірнеше, 3 рет па, 3 мәрте халық жауы атанып, Сібірге айдалып келген. Сондықтан да ол Сібірдің табиғатын жақсы біледі. Анау Сібірдің теңіздің нелерін тасып, керемет болып жатқан кезін, талай бұрқанған кезін көрген, сеңдердің бір-біріне соғылысқанын көрген, соның бәрін ара суреттеп жазған кезінде керемет жазады. Енді Қасым ағамыздың жары, біз ат жөнін қазір ұмытып қалдым, ол кісіні біз Балконская дейтінбіз. Бәрі біз ғана емес, бәрі Балконская дейтін, өйткені Сібірде жүргенде артынан іздеп барған, ана Балконская іздеп барады ғой, артынан Жадаевтарды, сол сияқты. Сол осы түкпірінде жасыма дос ауырғал деген баяғыда өлең болатын.
Төшкенмін, Шадаев Қарнаған тобым. Сол Қасым Тоғызақов, Қамза Есенжановпен екеуі бір Сібірге айдалған кезде бірге болған бір жерде. Сол енді барғаннан кейін бұлар да былай, бір күнге бір шиша, бір бөтелке, бір күнге деппін ғой. Бір жылға ма, бір айға бір шиша ғана береді, бір бөтелке. Шемішке майы. Соның өлсең де сол, өлмесең де сол, соның күнді көресің. Әйтеуір соны талға жоғып, анан қосып сөйтіп жүрген ғой, бір рет өздері әңгіме болып қалатын. Бір рет сол шемішке майын байқамай, су деп қол жуатын, умывальникке құйып жіберіпті, қол жуатын. Жанымыз шығып кете жаздады дейді. Сол жерде жаңағы жеңгеміз жүкті болып қалады. Сосын ауыр жүктерді көтеріп, қалайда құтылу керек баладан. Енді Сібірді өздері күн көре алмай жүргенде балаға қосақтаса, онан сайын қиын болады ғой жағдайлар. Ауыр жүкті көтеріп жүрген, сосын Қамза Есенжанов көреді, байқайды, білет түсінеді. Сосын айтады, осы болмады ғой мына бала, өмірге келсінші. Осы мен өзіме бөлінген тамақты мен берейін, бірақ осыны дүниеге әкелші деп. Содан сол бір баласы Сібірде дүниеге келген. Бірақ ол баланың атын білмеймін. Өзі қазір балалардың 3-4 баласы бар сияқты еді. Интернационалды көшесі, интернационалды көшесі, 119 үйде тұрды бұлар. 119 үшінші ма, 4-ші қабатында сол мада тұрды, ал Сырбай Мәулен бірінші этажында тұрды. Сол Сырбай үйіне барған кезінде Сырбай кейде олар шақырады, араласып тұрды, енді бір жердің адамдары ғой. Кезінде бір айдалып келген кезінде Қостанайда, ол кезде айдалып келгендерге жаңа сотталған қала жауы деген атақтар бар ғой, оларға қызмет бере қоймайды. Олардан аулақ салады бәрін. Қасында жоламайды. Сол бір кісі кіріп келеді жаңа, ассалаумағалейкум деп, уағалейкумассалам деп, мынау сәлем бұраға, ассалаумағалейкум. Содан кейін амандасып неткеннен кейін мен Қасым Тоғызақовпын дейді. О, Қасымке сіз бе деп құшақтап, Сырбай құшағын жайып қарсы алған. Ол кезде бұлай қарсы алу деген сөз, ол көзсіз ерлік болып есептелген. Соны қайта-қайта айтатын Қасым. Мен сөйтті ғой, жедел қарт, сіз екесің ғой жедел қарт деп, өзі бойының кішкентайлығында баласа солай айтатын. Енді мынау қазір Шал деген рөлінде ойнады ғой, бір бала, осы Қасымның баласы. Сол балам екен деп ойлаймын кейде. Осы ең үлкендерінің біреуі ғой, біреулері. Қасым ағамыз былай ағадал, көңіл жақсы адам болатын, бірақ ашуы қатты болады. Ашуланса столды аударып тастайтын. Сондай барды. Ал былай ақ жарқын жақсы адам болды. Бұл орыстар Раевскийлер қайта-қайта жазып анау. Жаңа Балконскайларды іздеп барған, Сібірге іздеп барған қаншама жазып жатыр. Бізде де жетерлік бұндай адамдар. Бірақ бізде сол жазыла қойған жоқ көбісі. Жай ғана бір сөз арасында айтылып кетеді. Әйтпесе біздің Ахмет Байтұрсынұлының да шешелері Байтұрсын Ақтас Сібірге айдалған кезінде артынан іздеп барған, Күнше деген кісі. Артынан іздеп барып, соны жаңа айттым ғой, тамақ жоқ қой, тамақ бермейді. Анау садақпен қоян атып, бәрі жасап алып, соны мынау Ахметтердің жүретін жолына тастап кетіп жүрген. Тастап кетеді, өйткені апарып беруге болмайды ол кезде. Масқара, ол кезде кішкентай оларға жақсылық жасасаң, сен халық жауысың, сен де халық жауы болып шыға келесің. Ондай бір кереметін айтып берейін, сендерге жай көрсеңдер, мынаған керек болса да, керек болмаса да. Анау осында мына Қарағандыда бірнеше түрмелер болды ғой. Жаңағы керемет кезіндегі әншілер, Қазақстанның халық артистері, естістердің халық артистері, жаңағы
қалы жауы болып сотталған. Сол жерде тұрған. Бәрі үстіне қара, бәрі бір киінет, қара киінет бәрі. Сол бір келе жатады, қара киінген бәрі. Сосын жергілікті тұрғындар бұларға қарап тас лақтырады. Сосын надзирательдер айтады, ана көрдіңдер ме? Сендерді бүкіл халық жек көреді. Әне тас лақтырып жатыр сендерге қарсы дейді. Сосын анау тас лақтырып жатыр кезде біреу құлап кетіп, еңкейіп нетсе, анау тастың иісі керемет дейді. Әдемі мұрын жарып кетеді. Сөйтсе құрт екен лақтырып жатқандары. Анау қазақтың Әл-Фараби атындағы мемлекеттік университеттің түлегі ретінде 1968 жылы диплом қорғауға тура келді. Сол кезде диплом қорғауға оған резиденті болу керек, қорғаушы болу керек. Сонда сол журналистика факультетінің деканы Қайыржан Бекқожин деген кісі, енді сіз кімді таңдайсыз? Резидент кім болады, кім руководитель болады деді. Біз енді ол кезде Алматыда көп жазушы бар, сыншылар бар, белгілі бір адамдар бар. Сол қайсысын таңдаймыз деп жүргенде ол кісі айтып едім, бір-екі адамды олардың реті келмейді ғой деді. Сосын тұрып айтты, Сапаржан Хайдаров деген кісі Қостанай облыстық газетінің бас редакторы болды. Большевиктік жол газетінің біраз басқарушы болды. Сонда оның алдында мен жұмыс істедім. 42-44 жылдары Большевиктік жол газетінің редакторы болып қызмет атқардым деді. Сондықтан да мынау Сапаржан Хайдаров деген кісі болсын деді руководитель, басшы. Ал енді резиденті осында Қасым Тоғызақов деген белгілі ақын бар, өзің білетін шығарсың. Сол кісі резидент болсын деді. Сосын сол резидент болады деген соң барып, ана кісінің үйіне кірдім, амандастым, сәлемдестім. Сол диванда сол түрегеліп қарсы алып, кішкентай ғана бір домаланған адам екен. Сосын сол отырып әңгімелестік, әңгімелескеннен кейін сосын шынымды айтайын, енді ол үлкен кісі. Ана кісі айтты, сен өзің жаз. Өзің жаз, ол кісі оқысын. Ал енді ол кісілер қазір үлкейіп кетті. Өзі ептеп науқастанады деді. Сосын мен өзім қысқа жазған енді көрсеттім, оқып шықты. Оқып шығып, дұрыс, жақсы деп сөйдеді. Сол келіп қолын қойып берді. Сол дипломға қол қойып берген мені үйде жатыр осы күнге дейін. Өзінің қолы бар, енді мен бұнда келіп көрсетуге болады деді. Керек болса артынан түсіріп алатын болсаңыздар, оны көрсетуге болады. Сол кісі міне бірінші Қасым Тоғызақовпен келіскен осындай жағдай. Ал енді ол кісіні біз сырттан өзімді газетте 1966 жылы мына тың өлкесі тарап, қайтадан облыстық газеттер ашылып, 5 облыстық газеттер жабылып қалғанда. Сол кездерде Қасым Тоғызақов деген сыртынан білеміз, жаңағы газет жөнінде әңгімелесіп, сол жерде ол кісінің айтқан біраз әңгімесі. Біз үзінділер келдіріп айтайын. Бұл Қасым Тоғызақов өзі Меңдіқараның тумасы. Меңдіқарада оқыған, мектеп бітірген, содан мынау 1926 жылы осындағы техникумға келіп оқуға түседі. Сол 26 жылы оқуға түскеннен кейін бұл ауыл газет ол кезде шығады. Өз сияқты бір қатарластары бар екен. Соны газеттің маңайында, сол газеттің шығатын ішіне кірмесе де сыртында адамдарды түске шыққанда, кешке қарай жұмысқа үйіне кетіп баратқанда, сол 3-4 бала қызығып, мына журналистер қандай болады екен, газет қандай болады екен деп қызығып, сол жерде шықпаймыз дейді. Содан үйтіп жүргенде жаңағы Қасым Тоғызақов
сол бір топ бала ойламаған жерде кездесіп барады жазушыларменен. Жазушылар сол техникумға келіп кездесіп өткізеді. Кездесіп өткізгенде олар өздері өлеңдерін оқиды, газеттің жұмысы жөнінде айтады. Содан кейін бұлар білісіп, содан бастап бұның редакциямен қарым-қатынасы әсіресе Қасым Тоғызақовтың өте тығыз бола бастайды. Содан бұл көп ұзамай бір өлең жазып Ленин аралы. Соны Қабырға газетіне шығарады. Сол Қабырға газетіне шығарғаннан кейін соны жұрттың бәрі де жақсы көріп, ой, мына бір жақсы өлең екен, мынау Лениннің тірі кезі, бірақ ауырып жатқан кезі. Соны газетке шығарады, Қабырға газетіне. Содан кейін бұл келеді де сол өлеңді редакцияға келіп тапсырады. Ол как раз Лениннің туған күніне байланысты анау жаңағы өлең жарық етіп шыға келеді. Міне бірінші өлеңі сол Ленинге арналған. Онан кейін мен оқып беремін мен. Міне сол өлеңнен басталғанда жаңағы бұл газетке жиі араласатын болады. Сол кездерде жаңағы газеттің редакторы Мұхамеджан Сирадин, онда губерниялық округтың төрағасының орынбасары болып жұмыс істейді. Сол өлеңді ол да жақсы көреді. Сонымен не керек, мақалалар жазып, газетті ең соңында біраз уақыт өткеннен кейін тіпті бұл газетке қызметке алынады. Сол газетке қызметке алынғаннан кейін бұлар сол кезде мына Меңетай Жақсылықов деген кісі жауапты хатшы екен. Сол кісі өте бір әдебиетке жақын адам болады да, бұлар командировкаға келгенде жаңағы Жеделғард сапары деген мүйіс ашады. Жеделғард деген мүйіс ашады. Сол мүйіс ашқаннан кейін Қарабалы ауданына барып, жаңа Жеделғард деген кезде жұрттың бәрі жиналып, осы ойбай Жеделғардты көреміз деп. Содан жиналғаннан кейін ана кісі соны қарайды, бұның қарты қайда деп. Жұрт келіншектер бар, сайқымазақ адамдар бар ішінде, келіншектер ішінде. Содан бұның қарты қайда десе, жас жігіттер барған. Осы бұл Жеделғард деген бұлар түсіндіреді. Жеделғард сапары деген бұл қарт кісінің атынан келеміз. Соны сынды жазамыз, кемшіліктерді жазамыз. Соны газетке береміз. Солай, сол бірінші сапарында солай келеді, газетке бұлар жаза бастайды. Ана кім Жақсылықов деген кісі айтады. Мына сен өлең жазасың. Суретін салдыртады. Ана бір қарттың суретін салдыртып, келген газетте сол қарттың келіп, сын мақаланың суретімен бір қосылып газетке беретін болған. Соны керемет жұрт, мынау Жеделғард қай жерге барса да жаңағы кемшілікті сынағаннан кейін тексеріс болады. Сол мынау Жеделғард керемет сатиралық мүйіс қой енді. Сонымен бұл кісілердің аты шығып кетеді, Жеделғард. Содан кейін мына көп ұзамай сол кездерде газетте мына көптеген ақындар сырттан келген 26-шы жылы сол кезде мына ауыл газетінің Бейімбет Майлин шындадағы Мұхамеджан Сирадин қол қойғанменен газеттің бүкіл ауыртпалығын көтеретін Бейімбет Майлин күндізіне жұмыс істейтін. Барлығында өзінің мақаласында жөндейді, редакцияға тапсырмаларында береді. Сондай болған ғой. Содан сол бірақ дегенмен сол ауыл газетінің өлеңдерін беріп тұрады. Сонда Бейімбет Майлиннің өлеңі шыққан кезде сол газетке таласып бәріміз де сол оқитын болдық дейді. Содан не керек, Қасым Тоғызақов 1933 жылы соның редакцияға Ленинградтың орыс әдебиеті мен орыс тілінің филология факультетіне оқуға түседі сол жерде. Оқуға түсіп, ол 2 жыл оқығаннан кейін, 1934 жылы жазушылар одағы құрылды ғой, СССР бойынша. Сол кезде жазушылар одағы Қазақстанда да құрылды. Сол кезде мына кісі орыс тілінде өте жақсы білгеннен кейін,
мұны сол алдыртып, сол жазушылар одағында жаңағы аударма бөлімін басқарады. Аударма бөлімін басқарып, көптеген шығармаларды аударып. Қазақ әдебиет тарихына келетін болсақ, негізі қазақ совет әдебиетінің негізін салушылардың бірі мықты фельетоншы, алғашқы өлеңмен жазған романдарды жазған ең шынайы суреткер Қасым Сәрсенұлы Тоғызақов болатын. Қасым Сәрсенұлы Тоғызақов 1910 жылы қазіргі Меңдіқара ауданы Ломоносов ауылында дүниеге келді. Қасым Сәрсенұлы бұл негізі қазақ әдебиетінің тарихында шынайы суреткер ретінде танимыз. Өйткені қазіргі бәрімізге танымал Сібір омар шығармасын алып қарайтын болсақ, онда ең осы реалистік тұрғыда шынайы жазылған көркем шығармалардың бірі деп аламыз. Өйткені бұл шығарманы оқып отырсақ, қазақ әдебиетінің көркем троптар дейміз ғой, әдебиет теориясына келетін болсақ, сондай әсірелеу, сондай-ақ көркемдеуіш құраулардың молынан кездесетінін байқаймыз. Енді бір шынайылықты суреттегені бұл оған бір себеп бар деп алуға болады. Өйткені бұл шығармада біз шығарманың негізгі кейіпкері Омар Досжановтың Сібірге 22 жылға аударғанын біз тарихтан білетінбіз. Енді кейін Қасым Тоғызақовтың өзі де Сібірде айдауда болады. Ондағы тағдыры жаңағы сол елдің, бөтен елдің табиғатын көріп, және бөтен елге сіңісіп кету өзінің, кейін өзі елге келетін кезде сол Сібірдің жерін тіпті қимай қалады деуге болады. Сол табиғатын, сол кездегі адамдардың, ондағы жақсы адамдармен араласады. Сондай-ақ өзі бір Назиқа, Сібір омардағы омардың жары Назиқаның тағдыры, нәрестелі болуы, Қасым Тоғызақовтың өзінің де тағдырына ұқсас, өзінің қалай нәрестелі болды, өмірге келген кездегі түрлі қиындықтар тұрмысындағы солардың барлығы көркем тілмен суреттеледі. Енді өте шынайы, реалистік шығарма деп біз әбден айта аламыз. Енді Қасым Тоғызақовтың өзінің балалық кезіне келетін болсақ, Қасым Тоғызақов осы 7 жасқа келген кезде атасы Сәрсен оны молдадан оқуға жібереді. Молдадан оқу сауатын ашқаннан кейін өзінің немересінің зеректігін көріп, ақылдылығын көріп, өзінің науқас болып жатқан кезде ұлы Нұрымды шақырып алып, Нұрымға айтады: мынау баланың болашағынан үлкен үміт күтемін, бұл баланы ертең 40 бойдақтың жанындағы орыс мектебіне оқуға бер деп өсиет етеді. Кейін енді Нұрым аманатын, әкесінің аманатын орындап, кейін осы 40 бойдаққа оқуға апарады. Ол кейін Қасым Тоғызақов өзінің білімін жалғастырады. Қостанайға келіп, 1926 жылы осы педтехникумға келіп түседі. Педтехникумда оқып жүрген кезде ауыл газетінде қосымша тілші болып қызмет атқарады. Тілші болып жүріп, қазақ әдебиетінің майталмандары Бейімбет Майлин, сондай-ақ Хасен Үсенбаев, Меңетай Жақсылықов, Ақбас Үсенбаев секілді ұлы тұлғалармен кездеседі. Осындай ұлы тұлғалардың алдын көреді, ақыл кеңесін тыңдайды, өзінің шығармашылығына бірден бір себепкер болады деп айтуға болады. Сол тілші болып жүріп, өзі шығармашылықпен айналысады. Ең бірінші өлеңдерін, фельетондарын осы ауыл газетінен шығарып тұратын. Ол Жедел қарт деген атпен, кейін осы Жедел қарт деген шығармалар жинағы басылып шықты. Енді Бейімбет Майлинға кейін арнау арнаған. Бейімбет Майлиннің қандай екенін, қалпын, жүріс-тұрысын, өзінің азаматтығын осы арнау өлеңінде жақсы суреттейді. Енді Қасым Тоғызақовтың өзінің тағдыры өзінің осы өлеңдерінде суреттеліп отырады. Енді мынау өзінің негізі әкесінің аты Нұрым. Енді біз Қасым Сәрсенұлы деп жүрміз ғой.
Нұрым бұл Нұрымның тұңғышы болып келеді Қасым. Енді мына қазақтың салт дәстүріне байланысты ең бірінші тұңғышын атасы өзінің бауырына салады да, кейін ол Сәрсеннің баласы болып кетеді. Сол Қасым Сәрсеннің Тоғызақ болып, мінекей сол қалыптасып қалды есімі тарихта. Енді Қасым Тоғызақтың мынау Қостанайда педтехникумда оқығаннан кейін 1930 жылы Санкт-Петербургке, ол кездегі Ленинград, соған оқуға түседі. Оқуға түскен кезде мықты ғалым, ұстаздар, ол педагогтардан дәріс алады. Ол Николай Яковлевич Мардан, сондай-ақ Василий Алексеевич Строев секілді ұлы тұлғалардың алтын көреді. Кейін осы бір өмір жолында, және өнер жолында осы кісілермен бірге иық тірестіріп, жаңағы тек шығармашылық қана қырынан емес, өзінің мынау сондай өмірде сол тағылымын пайдаланды деуге болады. Кейін мынау сол кезде мынау эпистолярлық жанрдың мықты дамыған кезі ғой, жаңағы хат алмасып біріне бірі. Сол кезде Строев, Василий Алексеевич Қасым Тоғызаққа хат жазып тұрады. Хат жазған кезде ол жаңағыда көркем тілмен, сондай бір әдемі жаңа тағылымның өздерін сондай көркем шығарма іспеттес болып келеді. Кейін енді Қасым Тоғызақ есін алған кезде осы жаңа шығармалардың сақталмағандығына өкінеді. Енді Мәриям Қатымжанова өзінің естелігінде Қасым Тоғызақтың қандай жан болғанын бірден, және оның жаңағы қазақ әдебиеті мен өнер тарихында үлкен тұлға ретінде қалыптасқан жақсы суреттеген болатын. Мысалға біздің қазақтың ең тұңғыш кинофильмі Амангелді кинофильмнің сценарийін жазған кезде Бейімбет Майлин мен Ғабит Мүсірепов өзіне кеңесші етіп осы Қасым Тоғызақовты алған болатын. Қасым Тоғызақовтың орысша, қазақша өте сауатты, өте білікті өнерлес екенін аңғарып, сол өздерімен бірге бір шығармашылық одақ секілді сол үлкен туындыларды дүниеге әкелген болатын. Сондай-ақ кейін осы Амангелді кинофильмінен басқа өзге де шығармалардың, өзге де кинофильмдердің сценарийін жазуда Қасым Тоғызақовтың қолтаңбасы бар деп әбден айта аламыз. Енді Қасым Тоғызақов мықты аудармашы, өйткені оның дәлелдейтін, мықты аудармашы екенін дәлелдейтін оның шығармалары, әсіресе Лермонтовты аударған кезде жас кезінде жастық жалынымен аударған шығармалары, ол ең бірінші бастонша ауылы деп аталатын шығармасын, сондай-ақ Демон поэмаларын аударып, кейін бір жинақ етіп шығарған болатын, кітап етіп. Бұл осы Лермонтовты, Абайдан кейін Лермонтовты жақсы, шынайы суреттеп жеткізген Қасым Тоғызақов деп айтады. Қазақстанның халық жазушысы Мәриям Қатымжанова сол мықтылығын дәлелдеді. Кейін тек қана осы Лермонтов қана емес, орыстың классиктерін, мықты классиктерін қазақшаға сөйлетіп, қазақ әдебиетіне орасан үлес қосты деп айта аламыз. Енді кейін негізі бұл шығармалардың сондай шынайылығы, сондай-ақ сапалылығы, тілге жатық екені, көркем екені, бұл сол кезде халық ақындары Өтейқалиевтің, Тербаев, Қуаттың, осылардың жаңа ауыз әдебиет дейміз, ауыз әдебиетінде, яғни сол кісілердің аузынан естіген болатын, жатқайтып халықтың арасында таратуда сондай бір үлесін қосқан болатын. Негізгі шығармалары тек қана көркем әдеби, жазба әдебиет қана емес, сондай-ақ ауыз әдебиетіне ауызға ауыз тарауында ел ішінде айтылып жүрген болатын. Мәриям Қатымжанова өзінің естелігінде соны сөз етті. Енді Қасым Тоғызақовтың қырына келетін болсақ, 8 қырлы, 1 сырлы деп айтуға болады. Өйткені тек қана шығармашылық өнер иесі ғана емес, сондай-ақ оның балуан болған екенін де айтады. Оның сол кездегі Меңдіқара өңірінде өмір сүрген қарттарын айтқан болатын. Негізі өзінің атасына тартып балуан болса керек. Өйткені Сәрсен өзі
бойы сондай шағын, шымыр кісі болғанмен, жалпы мынау күрескен кезде өзінен жаңа тұлғалы, денелі балуандарды алып ұрады дейді. Өйткені өте жаңа әдіске салып, өте сондай балуан, мықты балуан болған екен. Қарттардың аузынан естіген сол кісілер айтып отырған. Ал кейін мынау Қасым Тоғызақтың да балуан болғанын білеміз. Негізі енді осы Алматыда жүріп, жаңағы аударма әдебиет Қазақстан жазушылар одағында қызмет істеп жүрген кезде мынау Жамбылдың әдеби хатшысы болғанын білеміз. Және осы Жамбылдың шығармаларын орыс тіліне аударуды, мысалы қолма-қол аудару, ол өте шеберлігін танытқан болатын. Оған кейін мынау Москваға 10 күндікке барған кезде майталман өнер иелерімен бірге ол кісілердің, мысалы Күләш Байсейітованың сондай жаңа симфониялық поэмасын жазып, сол кісіге арнап образды сомдауда сахналық шеберлігін, сахналық образын суреттеуде өзінің үлесін қосты. Сондай-ақ Бейімбет Майлинге, Мәриям Қакымжановаға арнаған шығармалары осы өнер иелерінің, әдебиет майталмандарының қырларын оқырмандарға жақсы суреттеп берді, жақсы жеткізе білді көркем тілмен. Енді Қасым Тоғызақтың есімі көп айтыла бермейді қазіргі кезде. Оның әдебиетінің сондай, осы әдебиетте өзінің үлесін біз орасан екенін білеміз. Қазіргі зерттеушілер, жас зерттеушілер қолдарына алса, оның шығармаларын қай қырынан алсаң да зерттеуге болады. Жаңа проза жанры болсын, поэзиясын алып қарасақ та, сондай жаңа публицист екенін, сатира жанрын, өзінің мықтылығын дәлелдеген суреткер болатын. Оның қай қырын алып зерттеймін десе де үлкен тақырып деп айта аламыз.